Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Сандуғаш. Бүгін мен осындай барышни жемчугтардан қалай сырға және кулонды жасау керектігін көрсететін боламын. Негізгі алдыңғы видеодамда көрсеткем. Осы видеодамда тағы нақтылай көрсете кетейін. Және бізге керекті заттар осындай 3 штук барышный квадратный жемчуг керек. Осындай штуктап сатылады өзі. Продажада. Және де швенза керек, любой другой. Қандай табасыздар, сондай. Және де пены керек, шарикам ба, без шарика ма, қандай болса да негізі жарай береді. Ол пеналар. Міне осындай шляпкам деп аталынады. Бұл да болса жарай береді. Енді біз бірінші сырғасын жасаймыз. Бұл үшін осы тезегіне өткіземіз. Қараңыздар, мынау кішкене ұзын болып тұр. Сол үшін жартысын біз кусачкамен кішкенесін қиып тастаймыз. Міне, қиып тастадым. Енді осындай ажна инструментпен аласыздар да, ұстайтын. Ұстауға қажетті инструмент мендегі. Осы бүйтіп артқа қарай қисайтасыздар. Енді круглок саласыздар, осындай. Круглок саласыздар да, ұш жағынан ұстайсыздар да, міне. Ұшымен өстіп алға қарай бүйтіп есіздер. Мынау бізде ұзын болып кетті. Сол үшін бүйтіп қайтадан ашасыздар да, тағы да міне мына шеттен қиып тастайсыздар. Міне, қиып тастадым. Енді қайтадан бүйтіп артқа қарай есіздер. Круглок саласыздар. Міне. Алға қарай бүйтіп есіздер. Ілмек сияқты. Міне. Осымен бізде сырғамыздың бір жағы дайын. Енді тағы да осылай үшеуін де тура сондай қылып жасаймыз. Саласыздар. Жартысын қиып тастайсыздар. Міне, артқа қарай есіздер. Круглок салып, бүйтіп ұшын аласыздар да. Міне. Осындай. Енді бұл екі сырға болады. Бұл екі сырға, және мына үшіншісі кулонға. Мен осы әрқашанда 3 штук заказ беремін. Бұның бір нете өзі қымбат тұрады, сол үшін мен 3 штуктап аламын. Бұнда тура жаңағындай істейсіздер, қиып тастайсыздар да, усачкамен қиясыздар. Міне. Артқа қарай жылжытасыздар. Бүйтіп алып келесіздер да, қолыңызды былай. Осы круглоктың ұшымен аласыздар, ұшы. Мынаның ұшын аласыздар. Міне. Бүйтіп әкелесіздер да, алдына қарай. Егер де осындай болып қалса, міне, деп қалса, онда қайтадан бүйтіп ашасыздар да. Қайтадан ашасыздар да. Кішкене тағы да ұшын, кішкене кусачкамен қиып жібересіздер. Міне. Қиып жібересіздер да. Қайтадан артқа қарай бүйтіп есіздер да. Круглокпен қайтадан былай ұстап. Міне. Егер де осындай қылып, егер иілмей жатса, ақырын аласыздар да, қыса саласыздар кішкене. Осындай қылып. Ашып жасайсыздар. Міне. Екі сырғаға қайтып жасайсыздар. Енді бұны екі колечки керек. Менде мынау ең үлкен колечки осындай. Бұл мынау орташа колечки бізде 6 мм, мынау үлкен 8 мм. Енді осының қайсысы мына швензаға кіреді екен? Мына бізде Конго пикалор деп аталынады. Мына жағы жуан болады. Қайсысы кіреді? Міне. Енді осыны бүйтіп ашып жібересіздер да. Бұл не істерді көрсету үшін жасап жатырмын. Қайтып бекіте саласыздар. Бекіте саласыздар да, ашып, міне, мына жағына кіргізе саласыздар. Міне. Осындай сырға. Енді бұл конголардың мынандай жуаны да болады, және де жіңішкесі болады. Міне осындай конголар да болады. Ал бұған, міне осы бүйтіп бірінші көресіздер, колечкелерін салып. Міне, мына келіп тұр. Ашып жібересіздер да. Қатты колечки. Ашасыздар да. Жаңа жасаған алып. Міне. Бұл жаңа колечки дұрыс жабылмай қалды. Мынау колечки қатты колечки екен. Қайдан салып жібересіздер да. Былай. Деп жабасыздар. Міне.
немесе бұндайға жасамасаңыздар да обычный осындай обычный осындай швензаларға да әдемі тұрады. Ақыры мына жағын ашып жібересіздер да мынаны жаңа колечкинен сала саласыздар. Екеуіне де бола береді.